Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін бізде ерекше сабақ, қазақ тілі сабағы. Және де біз марафонымызды әрмен қаратай жалғастырамыз. Бүгін бізде сабақтас сөйлем. Осы тақырып жайынан болады. Біздің тақырыбымыз сабақтас сөйлем. Тест өтейік. Уақыт созбай, тест өтейік. Жақсы, бірінші сұрақ. Қай сөйлем сабақтас құрмалас бола алады? Сабақтас құрмалас сөйлем. Алдында мен айтқан едім, сабақтас пен салаласының айырмашылығын, бір есімізге түсіріп алайық. Сабақтас сөйлем, компоненттері бағыныңқы және басыңқы сөйлем, салаластың компоненттері бірінші жай сөйлем, екінші жай сөйлем, екі жай сөйлем, ал сабақтасының компоненттері ол міндетті түрде білу керек, басыңқы және бағыныңқы сөйлем. Жақсы, және де біз білеміз, баяндаушы тиянақсыз болып келеді осы сабақтастың, яғни үтірден кейін біз нүкте қоя алмаймыз. Бір нәрсені талап етеді, әрмен қаратай жалғасын талап етер, дұрыс қой. Жақсы, оқып көрейік, тест тауып алады деген ойдамын. Ауыл тыныш, жұрт ерте ұйықтады. Күн шықты да ел тірлікке кірісті. Егер еңбек етсең, нәпақа табылады. Ол келді, бірақ сөйлеспеді. Жақсы. Талдаймыз ба? Талдайық. Ауыл тыныш дейді. Жұрт ерте ұйықтады. Ауыл тыныш. Нүкте қоя аламыз. Себебі ол кәдімгідей бір сөйлем сияқты болып тұр, Екеуін ажыратып, екі сөйлем жасай аламыз. Ауыл тыныш. Баяндаушы тиянақты болып тұр. Күн шықты да ел тірлікке кірісті. Күн шықты да ел тірлікке кірісті. Бола ма? Жоқ, Егер еңбек етсең, нәпақа. Осы күн шықты да алдында айта кетеймізші, алдында біз ыңғайлас сабақтас сөйлемді қарастырған едік, ыңғайластың жалғаулығы тұр. Шықты да ел тірлікке кірісті. Солай қып келуі мүмкін, байқаңыздар. Егер еңбек етсең, нәпақа табылады. Осы жер еңбек етсең деп әрмен қаратай жалғасын талап етіп тұр, Егер еңбек етсең, онда не? Бір нәрсе болу керек, талап етіп тұр. Сол себепті С жауабы бізде дұрыс жауап, яғни бұл сабақтас сөйлем. Енді Д жауабына тоқталатын болсақ, ол келді, бірақ сөйлеспеді. Бұл бізде салалас сөйлем, қарсылықты салалас сөйлем, себебі бірақ деген несі бар, бірақ деген шылау бар. Бұл қандай шылау? Есімізге түсіреміз. Мен айттым ғой, салалас сөйлеммен септеулік, жалғаулық демеулік, жалғаулық шылау байланысты, бірақ деген жалғаулық шылау. Есімізге түсірдік па? Түсірдік. Жақсы, дұрыс жауап па? Дұрыс жауабы міне С. Жақсы, келесі. Бағыныңқы сөйлемнің түрін анықтаңыз. Енді жалпы сөйлемнің түрін анықтаңыз, осы жалпы сабақтас сөйлемнің. Ел аман болсын деп ақсақал бата берді. Болсын деп ақсақал бата берді. Деп, жалпы сабақтас сөйлемнің 6 түрі бар. Есімізге түсірейік, немесе қазір мені жаттап алуға керемет мүмкіндік туды. Қараңыздар. Шартты, мезгіл, қарсылықты, қимылсын, себеп және мақсат. Ең қиынын айтайын ба сіздерге? Ең қиыны осы жерде бізде мезгіл өте көп, жатайтын өте көп, бірақ шейін, дейін, кейін, сон, бері, сайын, кезде, сәтте, уақытта, шақта деген нелер бар, Шылау бар. Бері, шейін, дейін деп нетіп тұрады. Бірден бір мезгілге байланысты, уақытқа байланысты екенін бірден тауып алуға болады, Енді кейбірі осы сабақтасты жаттайды, кейбірі жаттамай-ақ практика жасап, сабақтас болсын, салалас болсын, жалпы практика жасап, жай ғана несі осындай ғой, мағынасына қарай, бүйтіп тест тауып алады. Бірақ енді кейбір кездері шатасатын кездер болады. Мысалы қарапайым, мен алдыңғы сабақта айтқан едім, осы салаласқа байланысты, көбі
түсіндірмелі салласпен, себеп салдар салласты шатастырады. Мен шын айтайын, менің де басымнан ондай өтті, ондай болды. Шынымен де, егер былай қарап тұрсаңыз, бірдей болып тұрады, бірдей мағынасы да бір түсіндірмелі мен себеп салдар, енді атауы да бірдей болып тұр, нелері де бірдей, түсініксіз. Қалай бірдей деп ойлайтын шығарсыздар. Ана жалғаулықсыз түрінде себеп салдарда қайсыда екен білмеймін. Әйтеуір біреуінде үтірт тұрады, ал екіншісінде не болады? Екінші түрінде не болады? Қос нүкте болады да. Қос нүкте болады да, ана түсіндірмелі салласқа ұқсап кетеді де, көбі шатастырады. Егер несін білмесе, жалпы ережесін білмесе, сонысы қиын, Абылай негізі мен бастапқы кезде сол мағынасы, сөйлемнің мағынасын түсініп, солай тез тауып алатынмын. Жақсы, осыны таптық па? Дұрыс жауабы бізде мақсат бағыныңқы. Яғни, қараңыздар. Жалпы мақсат сабақтастың бірнеше жасалу жолы бар. Қараңыздар, осы сөйлемдегі жасалу жолын айтайық бірінші. Бірінші соған тоқталайық. Қараңыздар, шартты қалау бұйрық райымен осы деп деген сөз келсе, деп деген сөз тіркесіп келсе, қараңыздар, ел аман болсын деп, болсын деп. Шартқа болсын деп, шарттың несі бар, қалай айтсам болады, шарт қойып тұрған сияқты. Оған қоса деп деген не бар? Сөз бар. Дұрыс қой. Сол себепті бұл мақсат. Яғни жаттап алайық. Шарт рай, қалау райы және бұйрық раймен деп деген сөз тіркесіп келсе, бұнда бізде, бұнда деп қой, онда бұл мақсат сабақтас сөйлем. Енді қараңыздар, мынандай да түрі жиі кездеседі өз негізі. Мақ, мек, немесе мақшы, мекші. Енді бұл не ғой? Қосымша ғой. Мақшы, мекші сөзге мақшы, мекші қосымшасы жалғанады да, болып деген сөз тіркеседі бірге. Мысалы, бармақшы болып, келмекші болып, бір нәрсе деп жалғасып кетсе, бұл бізде мақсат. Немесе тұйық етістігі, бару, мысалы, бару үшін, тұйық етістігімен үшін деген сөз тіркесіп келсе, бұнда бізде мақсат, дұрыс қой. Немесе ғ деген екі қосымшаға тәуелдік жалғауы жалғанып, келіп деген сөзбен тіркессе, бұнда бұл мақсат сабақтас сөйлем. Жақсы, мен сіздерге білсін, түсінсін деп солай түсіндіріп жатырмын, жазып алсаңыздар болады, немесе интернеттен тапсаңыздар болады, Жақсы, интернетте бәрі бар. Келесі сұрақ, қай сөйлем мезгіл бағыныңқылы сабақтас? Мезгіл, бұл енді түсінікті, оңай. Оқып көрейік, ол үндемеді, бірақ көзінен мұң байқалды. Күн батар кезде ауыл тып-тыныш болды. Не сен айт, не мен сөйлейін, ел біріксе күш артады. Енді қараңыздар, ең қиын түрі дедім, себебі жаттайтын өте көп. Неше түрлі нелері бар, атмеда түрлері бар, мысалы қалы келі, асымен, ісімен, арда ерде, ыпсы, бұл бізде көсемше. Сасе және жіктік жалғауы. Бас, бес, мас, мес, бас, бес және де бұрын деген сөзбен тіркессе. Немесе қанда кенде. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл жерде мен бағана айттым ғой, лайфхак. Ол жерде шейін деген сияқты уақытты білдіретін, жалпы уақытпен байланысты, уақыттың мағынасын беріп тұратын өзі не болады? Шылау сөздер, шылау деп айтайықшы. Сөздер, жалпы шылау сөздер кездеседі. Сол арқылы біз мезгіл екенін бірден байқаймыз. Бірден оқыған кезде бірден ол көзге түседі. Енді қарайық. Енді талдап көрейік. Бірінші А нұсқасынан бастап. Қараңыздар, ол үндемеді, бірақ көзіне мұң байқалды. Ол үндемеді. Нүкте қоя аламыз ба? Нүкте қоя аламыз. Бұл салалас сөйлем. Және де бірақ деген несі жалғаулығы бар болғандықтан, яғни
бірақ деген шылау болғандықтан бұл бізде қарсылықты салалас сөйлем. Енді Б нұсқасын талдап көрейік. Күн батар кезде ауыл тып-тыныш болды. Бұл дұрыс жауабы. Шынымен де бұл бізде дұрыс жауап. Қараңыздар, күн батар кезде. Қашан ауыл тып-тыныш болды? Күн батар кезде, иә. Ол ең әуелде сабақтас сөйлем, және де уақытты, яғни мезгілді білдіріп тұр, иә. Дұрыс қой. Енді қараңыздар, не сен айт, не мен сөйлейін деген деген сөйлем, иә. Тұнысқасындағы бұл бізде есімізге түсіреміз қандай еді? Талғаулы салалас. Бұл бізде талғаулы салалас. Не тақсын басқа, иә. Енді нұсқасы ел біріксе деп шарт қойып тұр. Бұл бізде сабақтастың шартты деген түрі. Шартты, сабақтас, құрмалас сөйлем. Жақсы. Дұрыс жауабын білдік. Бұл жауабы. Енді келесі сұраққа көшейік. Себеп бағыныңқылы сабақтасты табыңыз. Себеп бағыныңқылы сабақтас. Оқып көрейік. Қар қалың түскендіктен жол жабылды. Қар қалың түсті де жол жабылды. Қар қалың түсті, бірақ жол ашық еді. Түсті. Нұсқасы бірден кетті. Түсіндірмей-ақ қояйын, бағанағы сөйлеммен ұқсас келді, иә. Бұл яғни қарсылықты салалас сөйлем. Қар қалың түсті. Жоқ, бірден кетті. Нұсқасы қар қалың түссе, жол жабылады. Бұл да бірден кетті. Бұл бізде шартты сабақтас сөйлем. Құрмалас сөйлем, иә. Цеменді кетті. Енді ойланамыз. А немесе Б. Ойланып көрейік. Бірнеше деп қой, жалпы уақыт берейін сіздерге. Дұрыс жауабы негізі А. Қайтып оралайық. Қараңыздар. Себеп бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдарына тоқталайық. Бұл жерде ғандықтан гендіктен, иә. Егер ғандықтан гендіктен деген не болса, қосымша деп айтайын ба, иә. Жалпы сондай мысал келсе, бұнда бұл себеп деген түрі, иә, сабақтастың. Енді қараңыздар. Ғаны үшін, барғаны үшін, мысалы, иә, барғаны үшін деп келсе, ол да себеп сабақтас. Енді қараңыздар. Май-мей. Бұл неде де бар? Май-мей деген шартта да бар, бірақ мағынасы да қарай оған сұрақ қою қажет, иә. Сұрақ қойсаңыздар, бірден тауып аласыздар. Шартты да ол басқа рең береді. Себеп сабақтаста ол басқа мағына беруі мүмкін емес, ол шынымен де басқа мағына береді. Екеуі екі түрлі, шатастырмаймыз. Бірақ май-мей деген шарттыда да бар, себепте де бар. Жақсы. Көсемше. Бұл себепте бар. Сосын көсемше мезгілде де бар. Осы деген көсемше, иә. Бірақ шатастырмаймыз. Сұрақ қоямыз. Солай табамыз. Енді қараңыздар. Ашық рай. Айта кетейін, ашық рай деген үш шақпен байланысты бізде. Үш шақ. Өткен шақ, келер шақ, осы шақ. Кез келген шақпен деп деген сөз келсе, тіркесіп келсе, онда бұл бізде себеп. Түсінікті қой. Ғанген, мысалы, барған, ғанген, сосын соң деген келсе, онда бұл себеп. Түсінікті қой. Енді алдағы сабақтарда осы тақырыпты өткен кезде мен сіздерге оңай жаттау жолын сіздерге көрсететін болам. Шын айтайын сіздерге. Сіздер күтіңіздер, міндетті түрде. Қайталап айтайын, қымбатты көрермен, лүпіл басыңыздар. Лүпіл басып, тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Яғни пікір жаза кетіңіздер. Ол өте маңызды. Қай форматта жүргізу керек, маған сондай не керек, иә? Жауап керек, былайша айтқанда. Маған бағыт-бағдар керек қазір. Осы формат ұнай ма сіздерге? Ұнамай ма? Мен міндетті түрде білуім қажет. Егер ұнаса, енді міндетті түрде қаралымы да, лүпілі де көп болады ғой. Соны мен түсінем. Көрермендерге осы керек ау деп, сіздер үшін мен тырысам. Жақсы. Келесі сұрақ. Шарт деп тұр. Шартта негізі. Осы тұс қапта.
шартты бағыныңқылы сабақтас сөйлемді көрсеттіңіз, иә. Шартты енді неше түр шарттының өзі жасалу жолы өте аз, оп-оңай. Сасе енді түсінікті ғой. Барса, келсе, маймей, бағына айтқанымда, себепте де бар маймей деген. Майынша менше, сәл ұқсас, маймейға, маймей деген түріне. Сосын ғанда кенде, барғанда, келгенде. Айтпақшы, бұл барғанда, ғанда кенде, мезгілде де бар. Бірақ мен айттым, олар екі түрлі. Егер бұл шартты келсе, онда басқа мағына береді, шарт болады. Мезгілде келсе, бұл уақытты білдіріп тұрады, мезгілді білдіріп тұрады, Жақсы. Таптыңыздар ма? Тапты деген ойдамын. Дұрыс жауабы. В жауабы. Егер бірлік болса, тірлік болады. Енді мына жерде оп-оңай. Егер деген сөз енді өзі шартты білдіріп тұр ғой. Қараңыздаршы, шартты білдіріп тұр. Оған қосса бізде сасе деген қосымша бар. Бұл шартты білдіреді, білесіздер. Шарттар айтады сондай, жасау жолы да осындай. Сасе, Жақсы. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ. Біздің сабағымыз тәмам. Негізі соңғы сұрақты талдайық. Қай сөйлем сабақтасты дұрыс емес жазылған екен. Қараңыздар, қай сөйлемді сабақтасты салаласпен шатастыруға ыңғайлы, шатастыруға болады. Ыңғайлы емес, шатастыруға болады, Түзетуге бола ма екен? Қазір көрейік. Жоқ, болмайды екен, жарайды. Басы түсінікті ғой сіздерге. Түсінікті деген ойдамын. Жақсы. Оқиық. Күн шықты да мал өріске кетті. Шыққанда. Күн шыққанда мал өріске кетті. Күн шықты, бірақ жел тұрды. Не күн ашық, не жаңбыр жауады. Не күн ашық болады, не жаңбыр жауады. Болады деген артық болмас деп ойлаймын. Не жаңбыр жауады. Жақсы. Шатастыруға болады, Сондай қиын сұрақтар келіп қалуы мүмкін, байқаңыздар. Кез келген тестте, шын айтам. Қайсысын шатастырып алуға болады, бірақ шын мәнінде бұл сабақтас сөйлем. Күн шықты да мал өріске кетті. Шықты да жатпайды, Ол келмейді. Да де ыңғайлас, салалас сөйлем. Солай жасалады. Күн шықты. Нүкте қоя аламыз. С жауабы кетті бірден. Д жауабы не күн ашық болады, не жаңбыр жауады. Дұрыс емес, Бұл сабақта сөйлем бола алмайды. Енді дұрыс жауабы бәрімізге мәлім. Бұл Б жауабы. Күн шыққанда мал өріске кетті. Ғанда кенде, қанда кенде, Мезгілді білдіріп тұр, Күн шыққанда мал өріске. Қашан мал өріске кетті? Мал өріске қашан кетті? Күн шыққанда. Жақсы, қымбатты көрермен, сіздерге көптен көп рахмет. Соңына дейін көріп, шыдап, Бірақ сіздер кәдімгідей білім алдыңыздар, Қайталап алдыңыздар, немесе білмегенді білдіңіздер, Бұл да жақсы. Жалпы сіздерге көптен көп рахмет. Осымен біздің сабағымыз тәмам. Сау, сәлематта болыңыздар.